Жалпы Демекең өмір сүрген дәуір ол кеңес өкіметінің ең бір кемелденген кезеңі. Амалсыздан көнген тұстары болды. Бірақ соның өзінде бұл кісінің аса парасаттылығы сол. Соның арасынан жол тауып, жоғарғы Москва билігімен тіл табыса отырып, ұлтымыз үшін, еліміз үшін қаншама игілікті істер атқарды. Қонаевтың кезінде Қазақстан экономикасы 7 есеге дейін өсті. Біз енді қазір мынау Қонаевтың сол руханиятқа байланысты ғана көбірек айтып жүрміз. Кейде оның ана жазушыға мынау өнер адамының жасаған қамқорлығын айтумен шектелеміз. Жалпы қарап отырсақ, жаңа айттым ғой, Қонаевқа дейінгі біздің халқымыздың жағдайы, экономикалық жағдайы өте ауыр болған. Осы жылдардағы аштық, соғыс кезіндегі қиындық, міне осындай қатты тұралаған елді ең бірінші сол экономикасын көтеру керек болды. Әл-ауқатын жақсарту, азық-түлікпен қамтамасыз ету керек болды. Осы үлкен ұлы міндетті Демекең өте керемет атқарып шықты. Жалпы 50-ші жылдардың басындағы қуғын сүргін, Әуезовтарды, Бекмахановтарды, Мұхамедхановтарды қудалаған дәуірде сол кезеңде бұл басшылыққа келді. Жалпы ұлтшыл деген бір атау бізге 17-ші жылдардан бастап қазақтың ұлт қайраткерлеріне көп таңылды. Осы айыптаумен қаншама біздің арыстарымыз атылды, асылды, айдалды. Осының барын көрген Демекеңнің ұлтшыл атанбай ел басында отыруы да ол үлкен ерлік еді.